Ғана ашылған облысымыздың Ұлытау бұл аталу елге ерекше рух қуат берді. Біреу білсе, біреулер білмейді. Жалпы бұл облысты тұрарда бұрында осы тақылған кезде облыстың атын орталық Қазақстан облысы деп атайық дегенде ұсыныстар болған. Бірақ міне осы жолы облысты шешім қабылданған кезде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Ұлытау облысы деп аталсын деген үлкен әділетті тарихи шешім қабылдады. Тек қана Ұлытау емес, Жетісу облысында, Абай облысында сондай қазақтың ұлы қасиетті жерлеріне және ұлы тұлғаларына арналып. Бұл да рухтандыратын жақсы үлкен іс-шара болды. Осы үрдісті бізге міндетті түрде жалғастыру керек деп есептеймін. Өйткені кезінде осы жаңағындай әкімшіліктік атпен қойылатын ол бұрыннан советтік кеңестік кезде сондай дәстүр болған. Өкінішке орай біз әлі күнге дейін бар ондай облыста. Сол аттарының қазақтың 1000 жылдық тарихы бар. Өзінің қасиетті киелі жердің ұғыммен беруді жалғасса деп есептеймін. Дәл солай мысалға білесіздер, Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық облысы болып аталса, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай облысы болып аталса, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар облысы, Павлодар облысы, Баянауыл болып аталса, нағыз бұл да бір есімдерде осы жердің есімі әрқашанда рухани жағынан 1000 жылдық тарихы бар. Сол жер үшін біздің бабаларымыз күресіп, осы жерімізді аманат қылған үлкен тарихы бар. Әр облыстың аты біздің облысымыз сияқты Ұлытау әр жерде әрқашанда бір рух беру керек.